Құдайдан қорқатын адам, халқымыз айтады, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Түсінесіз ба? Халық дана ғой. Баяғыдан айтып қойған. Егер бір адам Құдайды білмесе, танымаса, оның шекарасы болмайды. Ол шекарасы болмайды деген сөз, ол адамда ұят, намыс, ар, жауапкершілік деген нәрсе болмайды. Ол сізді қалаған күні сатып кетеді. Нағыз сатқын адам Құдайды білмейтін адам ол. Өйткені ол адамның шекарасы жоқ. Ол шекарасыз адам. Ол адамды тек қана бір нәрсемен қорқытып, басын кетеді деп, немесе ақшаң кетеді, дүниең кетеді деп қана ұстайсыз. Ал Құдайдан қорқатын адамды үйтіп ұстаудың да қажеті жоқ. Өйткені ол жалғыз тұрғанда да біледі.